Біздің көбіміз жол көлік оқиғасының куәсі болуымыз мүмкін. Бірақ зардап шеккен адамға қалай көмек көрсететінін және сонымен бірге оларға зиян келтірмейтінін барлығы біледі ме екен? Бүгін сіз ЖКО кезінде не істеу керек екенін білесіз. Апатты көрген кезінде алғашқы әрекетіңіз. Өзіңіздің және зардап шегушінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Көлігіңізді 30-50 метр қашықтықта ЖКО алдына қойыңыз және жол жүруші көліктерден қорғау үшін апаттық шамдарды қосыңыз. Тас жолда қозғалыс жылдамдығы қаншалықты жоғары болса, соғұрлым көлік алыстыруы тиіс. Өз көлігіңіздің алдына 30-40 метр қашықтықта апаттық тоқтау белгісін қойыңыз. Егер ЖКО болған жерге дейін қауіпті бұрылу немесе көмекті түнгі уақытта тұманда көрсетсеңіз, біреуді апатқа дейін 100 метр жүріп өтуге және жол жиегінде шаммен немесе ұялы телефон жарығымен белгі беруді сұраңыз. Бұдан әрі өрттің алдын алу үшін аккумулятордан қысқышты ажыратып тастаңыз. Темекі шекпеңіз және от жақпаңыз. Зардап шегушілер санын анықтаңыз. 103 немесе 112 телефон нөмірі арқылы жедел жәрдем шақырыңыз. Қасындағыларыңыздан жедел жәрдем шақыруын сұрасаңыз болады. Зардап шегушіні қарап шығыңыз. Егер қатты қан кетуді көрсеңіз, онда оны тоқтату қажет. Санасын және тыныс алуын бағалаңыз. Құтқарушыларды күтіңіз. Егер адам есін жоғалтпаса, жақсы тыныстаса және өміріне тікелей ешқандай қауіп төнбеген болса, онда менің кеңесім жедел жәрдем келгенге дейін оны тиіспеңіз. Сіз елеулі жарақаттарды, омыртқаның сынуы немесе ішкі органдардың зақымдануын байқамауыңыз мүмкін және тағы да көп зиян келтіріп аласыз. Қолыңызда не бар сонымен денесін жабыңыз. Егер өмір үшін қауіп болса және зардап шегушіні автокөліктен тез арада тартып шығару қажет болса, онда мұны мұқият жасаңыз. Сізде медицина қызметкерлеріндегідей арнаулы мойынға және арқаға арналған бекіткіштер болмағандықтан, раутек әдісін пайдаланыңыз. Жүргізушінің сол қолын шынтақпен бүгіңіз. Оң қолыңызбен арқасынан құшақтап алыңыз және сол жақ бұғанағынан берік ұстаңыз. Сол қолыңызды зардап шегушінің сол қолының астына сұғыңыз және басын төменгі жақ желкеңізбен оң жақ иығыңызға қысыңыз. Мұндай жағдайда мойын барынша бекітіліп, жарақат кезінде жұлынның зақымдану ықтималдылығын азайтады. Енді зардап шегушіні сүйреп шығарыңыз және оны автокөліктен қауіпсіз қашықтыққа апарыңыз. Егер тыныс алмаса және пульс жоқ болса, базалық жүрек өкпе реанимациясын жасаңыз. Жедел жәрдем келгенге дейін 30 компрессия және 2 дем беру. Есіңізде сақтаңыз. Қауіпсіздік, жедел жәрдем шақыру, зардап шегушіні шығару, қажет болған жағдайда базалық реанимация жасау. Жолда абай болыңыз.